Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Енді бірінші сабағымызды бастамас үшін сыныбымыздың ішінде бір-бірімізге жылы лебіз айтып жақында ахуал қалыптастырып алайық. Сіздердің қолдарыңызда бағалау парақтары бар. Бүгінгі бағалауымыз шаңырақ әдісі жүреді. Арқылы әдісі. Сондықтан да осы шаңырақтың артқы жағында бір сіздерге арналған біздің ұлттық болмысымызға тән бір адами қасиеттер жазылған. Сол қасиеттерді бір-бірімізге сыйлап, яғни рахмет айтайық. Кәдімгі. Бірінші топтан бастайық. Бірінші топта Әли бастаңыз. Бастай ғой. Сен іскерсің. Рахмет. Мейрамбек, сен мейірімдісің. Одан үшін табасың. Мәдина, сен рухсың. Әли, сен қайырлысың. Әли, сен қайырлысың дейді, жақсы. Келесі. Асылында бастайық. Келесі топтан. Опат, сен өшкелісің. Рахмет. Шарат, сен еңбек қорсың. Рахмет. Асыл, сен жаңақсың. Өте жақсы. Келесі. Үшінші топ. Нұрбек, сен нағышылсың. Рахмет. Дания, сен болмақсың. Алжир, сен оқытсың. Сен мейірім, сен жігерсің. Мейірім, сен жігерсің дейді. Жақсы. Ал енді бір сабаққа деген көңіл күйіңіз өте жақсы шығар. Енді сабағымызды бастайық. Сабақты бастамас бұрын топқа бөліп аламыз. Топқа бөліп саңырақ әдісі арқылы 1, 2, 3 деп санаймыз. 1 деген оқушы бірінші топта, 2 деген екінші топқа, 3 деген оқушы үшінші топқа барамыз. Бірінші топ ал бастайық. Біріншіде отырған қатарда Әли. 1, 2, 3 деп танаймыз. Кәмпек, сіз? 2, 3, 5, 2. Жоқ, сіз екісіз. 1, 2, 3. Ал, саныңызды білеміз. Кәмпек, тез ғана жайғаса алайық. Бірінші топ эритроситтер деп аталынады. Екінші топымыз тромбоциттер, үшінші топ лейкоциттер деп аталынады. Ағзаның ішкі ортасы деген тақырыпты және оның маңызы қандай маңызы бар екен, сол бүйтті тапсырмасын сұрау үшін біз арнайы әдіс-тәсіл, принтер әдіс-тәсілін қолданамыз. Ал бірінші сұрақ аталған оқушы ғана жауап беруге тырысады. Егер ол кісіге көмек керек болған жағдайда ғана басқа оқушылар қатысады. Сонымен тақтаға назар аударамыз. Бірінші сұрақ: адам ағзасының ішкі ортасына жататын 3 сұйықтықты атаңыз дейді. Жауап береді маған Алдияр. Айтай ғой. Үш сұйық ортасында 3 сұйықтықты. Қан, ұлпа сұйықтығы. Және кім көмектеседі топтан? Ілі, молодец, өз жауап берді. Сұрақ жауабын тексеріп көрейік, олар бәріміз тақтаға назар аударамыз. Жауаптар қандай екен? Дұрыс па? Қан, лимфа, ұлпа сұйықтығы. Жақсы, келесі сұрақ өтеміз. Голя, стазик. Балалар, жауап дұрыс па екен? Дұрыс екен, не? Жақсы. Жақсы. Енді балалар, біз өткен сабақта бір рет қайталап алдық. Енді жаңа тақырыпты бастамаш бұл тақырыпты ашып алуымыз керек. Ол үшін бейне материалға назар аударыңыздар. Қанның құдіреті. Бала кезімізде қаны бір ғой, қаны тартып тұр ғой деген сөзді жиі естіп өстік. Қанына тартпағанның қары сынсын. Тағы басқа қан деген қасиетті ұғымдардың астарында туыстық жақындықтың нышаны жататынын аңғаратын едік. Бірақ қазақ неге осы сөзге тоқтаған? Мұның ғажап құпиясы мен терең мәнін қарапайым ғана қазақ қариясы дәлелдегенде, халықтың даналық көрегендігі мен өмірдің адам біле бермейтін, кез келген ғұламалардың өзі шеше алмайтын сансыз сырларына көз жеткіздік.
сонымен қан. Уа Қатеке қария, деді таласпай. 1931 жылы алапат аштық болды. Адам қынадай қырылды. Көпшілігінің бетінде жасыра алмай қалдық. Мына жерде 7 адам бірге жатыр. Екеуі сіздің 2 ұлыңыз. Өз қолыммен қатарлап қойдым. Бірақ қай қатарда жатқанын айта алмаймын, ұмыттым. 2 қарттың айтуы бойынша жас жігіттер қабірдің бас жағын қаза бастады. Тізеден аса бір бас сүйек шықты. Топырағы тазартылған, сары тап болған сүйекті алдына қойып, Қатекең қария қалтасынан бәкісін алды да өз сұқ саусағының басын тіліп жіберді. Тамшылап аққан қанды бас сүйекке тамызды. Қан сүйекке тамшы болып тұрып қалды. Бұл менің ұлым емес, деді қарт. Екінші бас сүйек қазылып алынды. Қарт өз қанының бір тамшысын тамызған сәтте қан бас сүйекке құмға құйған судай сіңіп кетті. Сол сәтте Қатекең қария, ботам, жаным, мен әкеңмін, әкең келді басыңа. Құдайдың бұл кездестіргеніне шүкір, деп бас сүйекті кеудесіне қысып алып сүйе бастады да бүгіле берді, бүгіле берді. Видеода не көзік? Қандай ой түйдіңіздер? Қанның құдіреті, я? Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз неге қатысты екен, балалар? Қанға қатысты екен, я? Қанға қатысты болса, сіздердің алдарыңызда бір жұмыс парағы жатыр. Ала қойыңыздар, жұмыс парақтарын қарата қойыңыздар. Сабақтың тақырыбы тақырыбында көрсетілген. Қанның құрамы менен қызметі деп аталған тақырып. Күнді жазыңыздар. Оқушының аты жөні көрсетілсін. Сыныптарыңызды жазыңыздар. Разы болса, аттара қанға топталып, оның құрамы және қандай қасиеттері бар екен. Және тағы экранда қарасаңыздар, қосымша суреттер көрсетілген. Бұл суреттерде біз қанның сараптамасын алып көріп тұрмыз, я? Мына жерде қанның талдамасын қалай жасайтынын көрсетіп тұр. Сонда бүгінгі сабақ бізде қанның белгіні, қан анализі не үшін жасалады, оның құрамы неден тұрады деген тақырыпқа сұрақтарға жауап іздейміз. Оқу мақсаты балалар қанның құрамы мен қасиетін сипаттау. Онда сабақтың мақсаттары: бірінші, қанның негізгі құрамын білеміз. Бұл сабақта неден тұратынын, ол плазмадан, эритроциттен, лейкоциттен тұратын, тромбоциттен, қан жасушаларының құрметі және қызметі мен оның құрылысын білеміз. Қанның негізгі қандай қызмет атқаратынына мысал келтіретін боламыз. Жақсы, бүгінгі сабақтағы негізгі құндылықтар адал азамат бағдарламасы бойынша, яғни бірлік және ынтымақтастық. Бірігіп жұмыс жасаймыз, топпен жұмыс болады, себебі жұппен жұмыс жасаймыз, бір-бірімізді тыңдаймыз, бірге жауап береміз. Және жасампаздық пен жаңашылдық деп тұрғаны бүгін бір жаңадан ұғымдарын меңгереміз. Жаңашылдық сол сіздер үшін ол пайдалы болып, пайдалы білім болады. Сәлем, менің есімім Дайға. Достар, осы біз өз денеміздің ішінде не болып жатқанын білеміз бе? Біздің денеміз бұл тұнып тұрған өте күрделі әлем. Қазір біз ішке еніп барамыз. Міне, қарашы, біз қан өзенінде жүзіп келеміз. Анау жылтылдаған эритроциттер, дөңгелек пішінділер қызыл қан жасушалары. Біз жасушалар тұрған жағадамыз. Бұл кішкентай тірі үйлер. Ұлпа сұйықтығынан оттекпен қорек алады, қалдықтарын шығарады. Ал сол қалдықтарды лимфа тамырлары жинайды. Олар алтын түстес арналар сияқты ағзаны тазалықта ұстайды. Лимфа түйіндері нағыз күзетшілер. Олар микробтардың бар жоғын тексеріп, денеміздің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сұйық бөлігі екен, я, сұйық бөлігі. Ал қан түйіршіктердегі қандай? Сіздерге келесі неге қаралу
да, біз оларды қазір мөлшерін қарап аламыз. Ол біз үшін өте маңызды. Ал қарай, тасымалдайды, қан тасымалдайды, транспорттық деді. Нені тасымалдайды екен? Қандай заттарды? Өте жақсы, оттекті тасымалдайды және тек қана оттек балалар өте жақсы, да болсын, өте жақсы жауап берді. Қоректі заттарды тасымалдайды дейді балалар. Себебі біз астық қорытамыз, қабылдаймыз. Бұл қорытқандай сол қоректі заттарды ұлпалар мен жасушаларға дейін тасымалдайды екен. Сол сияқты өкпені өкпеден оттек алып тасымалдайды. Және жасушалар нені береді дейді оған? Көмірқышқыл газын. Оны қайда алып береді қан? Өкпеге алып береді. Бірге осындай қызмет атқарады. Және затталмасының соңғы өнімдерін керек емес заттарды не істейді? Шарпысайды, жылындырады. Келесі қорғаныштық қызметі. Сіздер жаңа мән берсеңіздер, қандай жасушасы қанның қорғаныштық қызмет атқарады? Лейкоцит өте аяғын өте дұрыс айтады. Лейкоцит деген жасуша қызметін қарап отырамыз. Екінші топ тек қана қызметі. Басқаны жазбайсыз. Түсініп отырып қоя тапсырмаға. Дегенге мән бердіңіздерші? Лейкоциттер деді. Тромбоциттер деді, жақсы. Жақсы. Үйі бөлігі, ояқын болған сіз тромбоциттің салы болдыңыз, иә? Жақсы. Жауап дұрыс. Плазма болғыңыз құрамын. Құрамында су, қан, плазма. Жақсы. Су, қан және плазма деді. Келсеңіз бе бәріңіз? Жақсы. Бірінші топқа осы тапсырма үшін барлығыңызға бір-бір балдан. Қосымша бөлімін айтыңызшы. Гемоглобиндер, гормондар және дәрумендер. Алла, гемоглобин дегенге келіспеймін, қалғанына келсем, гормондар және дәрумендер. Жақсы. Бір балам бірінші топқа алыңыздар. Көзек болыңыздар. Келесі. Екінші топты спикер кім болады? Дәулет. Кислород, плазма, тұз, глюкоза деңгейін реттейді, эритроцит оттекті тасымалдайды, лейкоцит антиденелер жасайды, тромбоцит қанның ұю үдерісіне қатысады. Алла, келсеңіз бе? Келіскенім мен мысалы плазма дегеніміз ішкі ағзаның тұрақты сақтауға қатысады. Қантамызда тапсырманы орындаймын, қазір мен экранға шығарам, мен соңында бәріміз бір көрмейміз. Сол кезде мен көп көремін сіздердің жауаптарыңызды дұрыс көрсетіп. Ашамызды QR кодпен түсіріп аламыз. Енді кесте тұр алдарыңызда. Тапсырмада сіздерде қырат көріп отырсыздар ма? Жұмыс барақта кестені көріп отырсыздар ма? Екінші тапсырмада жұппен орындайсыздар балалар. Сіз әлі кіммен алдиярмен бірге орындап отырсыз, бірге келісіп. Сізде бірақ жұмыс бараға сөйлесіп отырсыз. Жақсы ма? Алып кеттік. Бірінші үлгілетпен көрсетсеңіз, бірінші жауабын айтады. Екінші жұп ішіне ешеді. Ашылды ма? Ашылды дедіңіз, тез-тез жылдам уақыт қалмаймыз. Сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Екінші бізде жұптық жұмыстығын. Бірінші Әли мен Алдиярға сұрақ. Бірінші Алдияр мен Әли орындайды. Қалғанымызды шотамыз балалар. Қашалып жұмыс жасаған болатын. Қызметі гомеостаз, ұю, трон, түзу. Қайсында барам? Екеуі жауап береді. Қалғанымызды шотамыз. Екігі бірінші жауап береді. Дұрыс. Яғни апарып көрейік. Бірінші сұраққа тромбоциттен жауап берді, көреміз. Екінші асыл мен ботагөздің жұмы жауап береді. Түрлері нейтрофил, лимфоцит, моноцит деп бөлінеді дейді. Лейкоциттер деп тапалып, жақсы. Үшінші бізде аяғын жауап береді. Аяғы өзі жаңып жатыр. Ядролы ірі жасушалары ядросы бар дейді. Лейкоцит дейді, жақсы. Келесі екінші топтың бірінші жауап береді. Шырым мен баған кім? Адина. Өмір сүру ұзақтығы 13-20 күн. Қайсыға бар деді? Лейкоциттер, жақсы. Лейкоцит тексереміз. Келесі дәл жауап берді. Сіздерге қате болған жоқ. 2 балл. Аяқаға 1 балл болсаңыз, бірдесі қате болды. Сіздерге 1 балл, екеуіңізге 2, сіздерге де тура 2 балл. Барлық қалғандарымыз 2 баллдан қосылды. Жақсы, нұғылсын жақсырамыз отыр. Жарайсың. Балалар, енді келесі тапсырмаға назар аударамыз. Тапсырмаға жеке
лейкоцит, хроматиттер дейді. Енді бірінші сұрақ, транспорттық қызметпен мысал жаз дейді. Жазамыз. Спикер, Алдияр оқиды. Бірінші шыңған оқисын. Транспорттық деген. Транспорт қызметке жауап от деген екіншісі. Екінші. Барлықтарыңызға 3 балл. Екінші топта кішкене кідіру болды, сіздерге 2 балл. Ал үшінші топқа 3 баллдан қосып алыңыздар. Енді сабақты қойылайыз. 3 қарғысын әдісімен дейді. Мен сіздерге рефлексия қарашасын ұсынамын. Сіздер жылдан сұрап сіз үшін не қызықты болды? Және сіз үшін не құнды болды осы сабақта? Және мен үшін қиын болған, яғни сағат не тапсырма. Не жауабын таппаған нәрсе болуы мүмкін балалар? Тез жаза қоямыз. Аттарыңыз жазбай қойыңыздар, анонимді болсын. Ат жазу қажет емес. Сонда шыде шынайылық пайда болады, иә? Шыншыл боламыз, шынайы боламыз, адал боламыз. Сондықтан анонимді жұмыс жасап қойыңыз. Тез. Бірінші параграфты оқимыз, деңгейлік тапсырма және үшінші сызбаны сызып келеміз. Балалар, аттарыңызға қалдырайықшы. Текті елдің баласы намысты келеді дейді. Яғни сіздер біз биылғы білесіздер, жалпы тәрбиеде Қазақстан Республикасының біздегі оқу абақты министрінің бекіткен біртұтас тәрбиесі бар. Онда адал азамат, әділетті Қазақстан, ойлы яғни не дейді? Ойлы ұлт сыйлы, озық ойлы, яғни текті елдің баласы намысты келетін біздің қанымыз, яғни текті ұлттың, текті ұрпақтың сіздер ұрпағысыздар, текті ұлттың. Сондықтан сіздер адалдықпенен намысты биік ұстайтын еліміздің, яғни текті азамат болады деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Рахмет қатысқандарыңызға.